Hayırlı күн, құрметті достар. Көпшіліктің сұрауы бойынша ер тұран күйін үйренетін боламыз. Ұзақ күй болып, ұзақ күй сияқты болып көрінеді, бірақ та ол жерде көбінесе қайталау болып келеді. Сол үшін мұқият егер қарайтын болсақ, бір күнде жаттап алуға болады. Бірінші бөлімін үйренетін боламыз бүгінгі сабақта. Достар, бұл сандық нотада көрсетеміз қазір астында. Енді осындай сандық ноталардың бізде 100-ден аса ән күйдің сандық ноталары бар. Егер сол керек қажет болса, ол бізде кітап түрінде де, бұлай электронды түрде де бар. 100-ден аса ән күйдің сандық ноталары бар. Осы көрсетілген WhatsApp номерге жазсаңыз болады. Бұл ер тұран күйінің толық нұсқасын тыңдағыңыз келсе, астындағы сілтемеден көрсеңіздер болады. Осы жерге де қазір мен видеосын қосып кететін боламын. Бұл мен оқушыларым осы жақында болған жарыстан осы ер тұран күйін тартып бас жүлде иеленген болады. Айта кететін жағдай, бұл ер тұран күйінде бізде нотасы бойынша біз кәдімгі соль астын соль дыбысына, үстін ре дыбысына келтіріп аламыз. Бірінші дауысын тұрлап алу керек. Яғни телефоннан немесе бір программаны арқылы жөндейтін болсаңыздар, асты G дыбысы ағылшынша, үсті Д дыбысына Д. Ағылшынша Д дыбысына келтірілу керек. Тиегі де былай тартқан кезде Д дыбысына келу керек. Бұл ер тұран күйінде бізде қағысы төмен және мына бас сұрақпен жоғары және сұқсақ жоғары. Төмен, жоғары. Негізі осылай қағымызға болады. Егер қиындық тудырып жатса, төмен, жоғары. Төмен, жоғары. Және кейіннен төмен, бас сұрақпен жоғары және сұқсақпен жоғары саусақпен тартып үйреніп алсақ болады. Қазір мен осы төмен, жоғары қағысымен көрсететін боламын. Достар, сабағымыз бастамастан бұрын міндетті түрде каналға жазылып, комментарияға қандай әндер, күйлер үйренгілеріңіз келеді, соны міндетті түрде жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізде мына 7-ші пернеден басталады. Астында барлығы төмен қағыста, яғни осылай 4 рет тартып аламыз, және келесі 14-ші пернеден бастаймыз. Бұл жерде қағыс бізде төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Достар, жаңа видеоның басында айтып кеттім, бұл жерде көбісі қайталау болады, сондықтан біз көп қайталанатын жерлерге жаңағыдай әріптермен айтып кетемін. Кейін екінші бөлім, үшінші бөлімдерінде А бөлігін қайталаймыз, Б бөлігін қайталаймыз деген кезде сол жерлерді қайталап отыратын боламыз. Мынау бізде А бөлік, яғни ең көп кездеседі күйде. 14-тен бастаймыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, және 12 төмен, және 10. Осы тақыт тартамыз. Келесі 12 төмен, жоғары, төмен, жоғары. Келесі 10 төмен және 12 жоғары. Келесі қайтадан 14 тартамыз. Алдыңғы бірінші тактегі және 12 қайтадан. Осыны 3 рет қайталаймыз. Үшіншісінде 12-де тұрамыз. Осы бір такт бойы 12-де тұрамыз.
және 7-ші пернеге барамыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен, 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 жоғары, жоғары, төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары. Міне осы А бөлігі дегеніміз осы бөлік. Осыны енді басынан бастап қайтадан қайталаймыз. Міне біреу кетті. Екеу кетті, және үшіншісі 12-де тұра береміз. Бұл кезде уже 10-ға бармаймыз. Және 7-ші перне. Осыны қайталаймыз. 2 рет осыны қайталаймыз. Қайталаймыз. Осыны қайталап алдық. 2 рет, яғни А бөлігін 2 рет тақтық. Келесі бізде осы жерде 7-де тұра береміз сол келген жерімізден, және алма кезек жоғар жоғары. Алма кезек жоғар жоғары. Осыны 4 рет тартамыз. 1, 2, 3, 4. 4 рет тартып аламыз. Келесі осы жерде тағы да алма кезек 3 рет тартамыз. Келесі 9-10 жоғар жоғары. Бірінші саусақ, екінші саусақпен түсіп кетеміз. Өйткені келесі бізде 12-ні басуымыз керек. Алма кезек 3 рет. Және 19. Қосайық. Осыны қайтадан қайталаймыз. Осыны біз 3 рет қайталаймыз. 1, 2, 3, және қайтадан 7-ге кеп тұрамыз. 2 рет тартамыз. Яғни алма кезек жоғары жоғары 2 рет тартамыз. Келесі бізде 14-ші перне, 4-ші саусақпен ұстаймыз. Алма кезек 3 рет. 12 жоғары және 10 жоғары. Келесі 12. Алма кезек 3 рет. 19. Осыны енді 3 рет тартамыз. Саусақтарға мән беріп отырыңыздар. 14-ші саусақ 2, 1. 4, 2, 1. Осыны біз 3 рет қайталаймыз. Келесі бізде 10 3 рет алма кезек, 9 3 рет, 7 төмен және 5. Енді осыны 14-тен бастап қайтадан қайталаймыз. Қайталаймыз. Осы жерге дейін біз бірінші бөлімі осыны жақсылап қайталайық. Мына жерде бізде А бөлігі ол көп қайталанады. Оны үйрену барысында байқайтын боласыздар. Енді байқап тұрғандарыңызда көбісі бұл жерде қайталау. Сол үшін көп қайталау керек, жаттығу керек. Қағыстарын мына алма кезектен бастап тартып берейін.